Если вы хотите что-то узнать, говорите по-русски. Мен қазақша сөйлеймін. А я русская. Тіл майданы тобының белсендісі Қуат Ахметовтің дүкенде қазақша сауда жасауға талпынғаны сол-ақ еді, Ресейдің шенеуніктері өре түрегелді. Қуат Ахметовке 50 жыл Ресейге кіруге тыйым салды. Біздің галстук таққан көкелер қорған болама дегенде, олардың айтқаны мынау. Проявление пещерного национализма. Президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Дәурен Абаевтың өзі осылай дегеннен кейін, ресейліктер тіпті батылдана түскен сияқты. Енді Дума депутаттары өзге мемлекетте орыс тіліне сын айтқандардың және орыс ұлтын ұнатпағандардың Ресейге кіруіне тыйым салатын заң әзірлеп қойыпты. Соңғы жағдайларға байланысты біз заң жобасын әзірледік. Ресейдің ішкі істер министрлігі оны қолдап отыр. Қай елде болмасын орыс тіліне, ұлтына қысым көрсетілмеу керек. Осы бағдарлама барысында Ресейдің ең басты ақпаратты телеарнасы Россия 24-тің дикторы Қазақстанда қазақ тілінде қызмет ала алмай қынжылғандар туралы былай деген. Диванный нацист наболтал. Өз елінде өгейдің күнін көргендерге тым құрыса сол араша түсеме деп Қазақстанның адам құқығын қорғау жөніндегі уәкіл Эльвира Азимоваға үміт артқанда, ол да Ресей депутаттарын қолдады. Тіпті Қазақстанда қазақ тілін талап ету орынсыз деп бас прокуратурадан шара қолдануды сұрады. Мына Азимованың типа омбудсменнің айтуынша, сон тіл білмейтін адамдардың талап ете алмайсың дейді. Яғни ол Азимованың құқықтық тұрғыда сауатты екендігін дәлелдейтін нәрсе. Кейбір адамдардың кейбір істері деп мәймөңкелетіп жазып отырған себеп сол. Ресейдің саясаткерлеріне ұнамды бағытта көріну мақсатында осылай жазып отыр. Ал заң не дейді өзі? Сатушы тауар туралы қазақ және орыс тілдерінде ақпарат беруге міндетті. Мемлекеттік тіл қазақ тілі. Ол мемлекеттің бүкіл аумағында қоғамдық қатынастардың барлық саласында қолданылатын тіл. Мемлекеттік тілді меңгеру Қазақстан Республикасының әрбір азаматының парызы. Ресей депутаттарына жауап береме деп біздің депутаттарды іздедік, таба алмадық. Ал байланысқа шыққандары ойда қырда жүрмін деп ақталды. Тек өзі ақын, өзі депутат Мақпал Мұса Фейсбукке пост жазған. Бұл тек қана тіл майданы тобының ғана емес, өз елінде, өз жерінде жүрген әрбір қазақтың ұстанымы болуы заңда. Оларға осылай жауап берілуі керек еді. Оның орнына орыс тілін қорғаштайтындай болып, деңгейін мақтана айту ол үлкен қателік. Алайда Мақпал Мұса көп уақыт өтпей әлеуметтік желідегі жазбасын өшіріп тастады. Ал Ресей офицерлері ұйымының басшысы Сергей Липовой әскери саладағы белді адамдарды жинап, Қазақстанға келіп, орыс ұлтының намысын қорғауға дайынмын деп отыр. Жалғас Сенұлы, Айбат жаңалықтар қызметі.